Рахмет сізге, ана, өмірге әкелгеніңіз үшін. Ешкімнен кем қылмай барлығын әпергеніңіз үшін. Рахмет сізге, ана, мені адам қылғаныңыз үшін. Қиналған сәттерімде жанымда тұрғаныңыз үшін. Рахмет сізге, ана, нұрлы өмір сыйлағаныңыз үшін. Жақсымды жасыра алмай жаманға қимағаныңыз үшін. Рахмет сізге, ана, ақ сүт беріп өсіргеніңіз үшін. Жаңылсам абайсызда қатемді кешіргеніңіз үшін. Рахмет сізге, ана, қызым деп еркелеткеніңіз үшін. Жылатпаймын өмірде көңілімді көркем еткеніңіз үшін. Рахмет сізге, ана. Мен Күлбаева Күлбадан Шәріпқызы. Семей облысы Бесқарағай ауданы деген ауылында тудым. 1926 жылы 22 тамызда. Ауылдан 10 класс бітірдім. 1977 жылы Павлодар облысы Лебяжі ауданы Алса ауылына келдім. Сол жылы жұмысқа орналастым, экспедитор болып. 1978 жылы тұрмысқа шықтым. 3 қыз, 1 ұлым бар. Бәрі оқыған, тоқыған. 2000 жылдан бастап бұл асханада аспапшы болып істедім. Қазіргі кезде 2016-тан бастап зейнеткерлікке шықтым.